Сәлем достар, ең алдымен каналға жазылып лайк басып, колокольчикті басып кетулеріңізді сұраймын. 5-ші тарау. Балалы болу, ата-ана борышы және өзіңді құрметтеу. Біз жүкті болу мәселесінде жұрттың көзқарасымен санасар болсақ, олардың құлы болып өтеміз. Мұны реттеу өз қолымызда. Соня Джонсон, үй бикесі және көпірлік етуші кітабынан. Бұл тарауда мен балалар мен ата-ана жайлы әңгіме қозғағым келіп отыр. Өткен өмірімде көп баламның болғанына сенімдімін. Алайда бұл өмірде менің балаларым жоқ. Мұны қазіргі өмірімнің бір қажеттілігі ретінде қабылдаймын. Бұл жолы ғалам өмірімді көптеген қызықты оқиғалармен толтырды. Мен миллиондаған адамдардың анасына айналдым. Оларға жаңа өмір сыйладым. Өтінемін, баласыз әйел толыққанды тұлға бола алмайды деген қалыптасып қалған пікірге сенбеңіз. Мүмкін әйелдердің көпшілігі осылай ойлайтын шығар, алайда бәрі бірдей мұндай пікірде емес. Қоғамның талабы бойынша барлық әйел балалы болуы керек, сонда ғана бәрі дұрыс болады. Менің ойымша кез келген заттың өз себебі бар. Егер ана болу тағдырыңызға жазылмаған болса, сіз бұл өмірге басқа миссия үшін келген шығарсыз. Егер балалы болуды қаласаңыз және баласыз өмір мәнсіз деп есептесеңіз, бұл қайғыдан аттап өтіп, әрі қарай өмір сүруге талпыныңыз. Өмір бойы осы мәселе төңірегінде қайғырып өтуге болмас. Өмірімде болып жатқанның бәрі менің пайдама шешуде. Мен өміріме ризамын. Бәрі тек жақсылықтың нышаны дегенді қайталай беріңіз. Бұл дүниеде ата-ананың қарауынсыз қалған бала өте көп. Егер шынымен ана болу бақытына кенелгіміз келсе, бала асырап алуға немесе өмірден теперіш көріп, қиындыққа ұшыраған анасы жоқ қыз-келіншектерге аналық махаббат сыйлауымызға болады. Тіпті болмаса жануарларды құтқаруымызға болады. Мысалы, менің 4 итім мен 2 қояным бар. Олардың бәрін жануарларды қорғайтын ұйымнан алғанмын. Қай-қайсысы да бұрынғы иелерінен көп азап көрген. Менің түсінгенім мейлі адамға, мейлі жануарға, әйтеуір біреуге махаббатыңызды арнасаңыз, таңғаларлық ғажайыптар орын алады. Әлемді жақсартуда кез келген әдіс тиімді. Қазір бала туу қабілетін сататын тұтас сала дамып келеді. Бұл бизнеске миллиардтаған доллар инвестицияланады, ал емхана өнімдеріне сұраныс артуда. Жасанды ұрықтандыру клиникалар жұмыстары ілгері басуы үшін барынша күш салуда. Бұл компанияларды бақылап отырған ешкім жоқ. Денсаулығыңызға қауіп төндіріп, жүктіліктің амалсыздан жасалған әрекет болғанын қаламайтын шығарсыз. Лабораториялық ұрықтандыру жаңа қоғамның сәніне айналды. Алайда бұл әдісті дұрыс деп ойламаймын. Егер денсаулығыңыз болса, дүниеге нәресте әкеле аласыз деген сөз. Ал егер жүкті бола алмасаңыз, оның да бір қайыры бар. Өмірдің басқа мәнін табыңыз. Мұны қалыпты жағдай ретінде қабылдаңыз. Кез келген нәрсенің өз себебі бар. Өмірде басқа да айналысатын істер жеткілікті. Өз басым ұрықтандыру бойынша ем алудан бас тартқан жөн деп санаймын. Бізде әлі де тәжірибе түрінде жүріп жатқан ем-дом жайында толық ақпарат жоқ. Дәрігерлер әйелдер мен ұрықтарға сансыз тәжірибе жүргізіп жатыр. Оған қоса жасанды ұрықтандыру ісі өте қымбат әрі қауіпті. Бедеулікті емдеу мәселесіне қатысты кейбір жантүршігерлік ақпараттар жеткілікті. Едәуір қаржы жұмсап, 40 рет емдеген бір әйел жүкті бола алмапты. Тіпті титус ауруына шалдыққан. Оның көмекке жүгінген донорларының ішінде титус жұқтырғаны болған екен. Емнің ақшасын төлеу үшін үйлерін кепілге қойып, алайда еш нәтижеге қол жеткізбеген жұптарды да білемін. Бедеуліктен емделмес бұрын өте мұқият зерттеу керек.
Бұл тақырып төңірегінде клиниканың ұсынған мәліметінен бөлек бар ақпаратты оқып білу керек. Бәрінен хабардар болып сақтықпен қараңыз. Тісік тастау тақырыбына келсек, ол да ауыр тақырыптар қатарынан. Себебі ол жайындағы түсінігіміз қаталдықпен, аяусыздықпен байланысты. Қытайдағы жағдай мүлде бөлек. Онда әйелдер халық саны өте көп болғандықтан тісік жасату міндетті. Тісік жасату әрекетін әдепсіздікке әкеп тіреп, тіпті саяси мәселе ретінде қарайтын болдық. Ал қытайлықтар оны қажеттілік деп тапты. Тісікке қарсы топта әйел затын уыстан шығармай ұстау керек дегенді алға тартады. Әйел бала көтеріп күйеуіне қызмет етуі керек дейді. Осылайша әйел затының бала тууы да саяси мәселеге айналды. Әйелге тісік жасату туралы шешім қабылдау оңай емес. Баланың дүниеге келуін жоғарыдан берілген ғажап сый деп санаймын. Дегенмен шарасыз күйге түсіп, ота жасатқан әйелді ешқашан айыптамайды. Мексика және солтүстік Бая аумағындағы үнділік емші әйелдерден жүктілікті болдырмайтын шөп туралы естіген едім. Бұл шөпті 2 рет ішсеңіз, 8 жыл бойы бала көтермейсіз, әрі еш зияны да жоқ. Табиғаттан барлық ауруға ем табуға болатын бұрыннан білетінмін, тек құпиясын ашсаңыз болды. Ең өркениетті дамыған халықтар табиғаттан жырақтау өмір сүреді және көмекті химиялық заттар мен хирургиядан іздейді. Мен жүктілік және осы тісік жасату мәселесін әбден ойланып, ақылмен шешетін уақытты асыға күтемін. Бұл үшін миымызбен жұмыс жасауымыз керек. Ми денемізді жеткілікті басқарады. Демек санамыз жүктілікті қабылдауға немесе қабылдамауға қабілетті және денеге тиісті бұйрық береді. Өкінішке орай біз әлі де өз денеміздің мүмкіндіктерін қалай толық пайдалану керектігін білмейміз. Ғалымдардың пайымдауынша, біз миымыздың тек 10% ғана пайдаланамыз екен. Бір күні қалған 90% іске қосып, қазір елестете де алмай күш-қуатқа ие болатынымызға сенімдімін.